Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен помидор жауып көрсететін боламын. Дәл осылай өте тамаша помидор жабамыз. Менімен бірге болыңдар. Алдын ала помидорларымызды алып, барлығын жақсылап жуып, турайтын боламыз. Мен 4 килодан аса помидор алдым. Тең жартысын мясировкадан өтірем, тең жартысын банкіге салам қыздар. Өзінің соғына жауып көрсететін болам. Сендер суға жабам десеңіздер, өздерің білесіңдер, өтірмей-ақ қайнаған су құйып жауып, менікіндей жауып тастасаңыз ештеңе болмайды қыздар. Дәл осылай қылып, турап, екіге бөлемін қыздар. Екіншісі ол өтіретінім. Болгарскийларымызды дәл осылай турап аламыз. Мен қызылынан да, жасылынан да алдым, осылай турадым, міне. Қаласаңыз бір түрінен алыңдар. Мен көбірек салам, өте жақсы, болгарский ұнайды өзіме. Сендер қалауыңызша салыңыздар. Қызыл ащы переціміз, қыздар, бұл. Әр банкіге кусоктап тастаймыз. Укроптың бастарынан салам мен, дәл осындай қылып. Жағын турап салам. Дәл осылай жуып аламыз, қыздар. Қалған жағын турап қоямыз. Әр банкіге бөлшектеп салатын боламыз. Бөлінген помидорымыздың тең жартысын мясировкадан өтіріп, соғын қайнатамыз, қыздар. Міне өтіріп болдық, соғын қазанға құйып, бір қайнатып, міне қайнады қыздар, енді сеткадан өтіріп сүзіп алатын боламыз. Дәл осылай сүзіп аламыз, қыздар. Өте тамаша, соленый соғын құйғанда. Енді қақпақтарымызды қайнаған суды құйып, қой жібереміз. Қақпақтың үстіне банкіні қой жіберем, тез-тез паритетіп алам, қыздар. Әр банкіні 5 минут паритетеміз. Отқа қойдым, міне. Даяр болған банкімізге лавровый листарымызды саламыз. Қара горошкалар перецтерімізден салып дайындаймыз. Әр банкіге 10 штук, 15 штук сал жіберем, қыздар. Дәл осылай, міне, енді укроп бастарымызды саламыз. Укроптарымызды осылай салып шығамыз, қыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңдер, қыздар. Чесноктарымызды саламыз. Әр банкіге 4-5 чесноктан тастайым, қыздар. Болгарскийімізді саламыз. Қызылын саламыз, жасылын да саламыз. Өте тамаша болады, қыздар, міне. Помидорларымыз салып көрсетем, міне. Дәл осылай салып аламыз барлығын. Қызыл ашшыларымызды салып шығамыз. Қаласаңыз екеуден салыңыз, қаламасаңыз біреуден салыңдар, қыздар. Міне дәл осылай укропты турап салам мен. Өте тамаша болады. Астында себебі укроптың басы бар, үстіне салдым, сосын дәмі сіңіп тұрады, қыздар. Манағы помидорымыздың соғын қайнатып қойғанмын, соны құямыз, міне дәл осылай. Барлығына құйып шықтық. Енді кастрюльге суды қайнатып, банкімізді қатты жаппай 30 минутқа қайнатып аламыз, қыздар. Уксус құймай, мен соленыйға осылай қайнатып алам. Қайтсеңде бұл помидор еш уақыт бұзылмайды, қыздар. 30 минут міне қайнаттық. 30 минут өткесін осылай алып, тұзын салып жабамыз. Мен қант та салам, қыздар.
тұзбен қоса өте тамаша дәм береді. Бұрындар салмайтын едім. Кейіне қарай қарап салып көріп едім, бір жыл өте тамаша шықты. Қазір қант та салатын болдым. Тұзды қанша салсам, қантты да сондай саласыңыз. Бір қасыққа жетер жетпес, жарты қасықтан асырып саламыз тұзды. Мынау 800 грамдық банка, қыздар. Дәл осылай міне таулап тастаймыз. Міне. Қант салған өте тамаша болады, қыздар. Бұрынғыларыма салмайтын едім, салмағандар, ұнатпайтындар салмаса да болады қантты. Тұзын салып, айналдырып, ерітіп жіберсеңіз болды. Міне соленыйымыз даяр, астарың дәмді.